Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге Google форма арқылы қалай оқушыларға ТЖБ, тест, БЖБ құрастыру керек екенін көрсететін боламын. Бұл форма өте ыңғайлы және уақытты үнемдейді және оңай. Сіздер бұны бір көріп, жасап көріп үйреніп алсаңыздар болады. Бұл өте ыңғайлы екен, себебі оқушылардың біз БЖБ-сын тест берген кезде нәтиже сабақтарда біз оның жауаптарын әрқайсысын жіберген қарап тексеріп оның жауабын қайта жіберіп отырамыз ғой. Ал бұл жерде тестті барлық оқушыға бірден жібере қоясыз сілтеме арқылы, және олардың жауап бергенін сіз осы электронный почтаңыз арқылы кімнің қанша балл жинағанын нақты көріп, бір уақытта көріп біліп, оларға сол жинаған балдарын қайта жібере аласыз. Бұл өте ыңғайлы. Сіздер ең алдымен осылай Google-ға кіресіздер. Барлықтарыңызда Google аккаунттарыңыз бар деп ойлаймын. Және бізге бұл қазір қашықтықтан оқыту кезінде өте ыңғайлы. Ол үшін сіздер осылай Google-ға кіресіздер және тура мынадай етіп Google Forms деп жазасыздар. Мынау тұрғандай етіп. Осылай жазсаңыздар, сіздерде міне бірінші шыққан осы мынау тұрған жазудың үстін басасыздар, Google Form бесплатно дегенді. Осыны бассаңыздар, сіздерде шығады, міне тура осылай болып шығады сіздерде де. Енді мынау мен алдын істеген жұмыстарым, қазір сіздерге жаңасын істеп көрсететін боламын. Ол үшін мынау тұрған суретке барасыздар. Сіздер осы жердегі мынау тұрған үш сызықтың үстін басасыздар. Бұны басқаннан кейін сізде осындай параметрлер шығады. Осы жерде мынау диска деген үшбұрыш сияқты Google-дың диска дегені бар. Осыны таңдай қоясыздар. Бұны таңдағаннан кейін сіздерде мынадай бет ашылады. Және осы жерде мынау жаңа деген плюс, алдында плюс деген таңбасы бар, жаңа деген бар. Осыны басып жаңасын ашасыздар. Және осы жерде мына ең соңында Google Forms деген тұр, міне. Осыны таңдап басқаннан кейін сізде жаңағы тестті құрастыру парақшасы ашылады. Ал енді бұл жерде мына атаусыз үлгі деп шықты. Осы жерге сіз өзіңіз қандай пәннен тест құрастырасыз, немесе БЖБ, немесе басқа да нәтиже сабақ, кез келген өзіңіздің сол пәніңізді, тақырыбыңызды жаза аласыз. Мен мысалы үшін бұл жерге жазамын. 3-ші сыныпқа бір тест дайындап көрсетейін. Мысалы мен 3-ші сыныпқа тест жасап көрсетейін сіздерге. Тест қазақ тілінен. Міне, осылай жазып аласыз өзіңіздің қай пән немесе қай сынып екенін. Және енді бізге сол оқушының аты жөнін жазатын орын дайындаймыз. Ол үшін атаусыз сұрақ деген үстін басасыздар. Міне, осы жерге жазасыз мысалға оқушының аты жөні. Мен қысқа ғана сіздерге көрсету үшін, уақыт үнемдеу үшін фамилия, имя, отчество деп ФОИ деп жазып қоя салайын. Осылай қояйын. Енді оқушының осы жерге астына оқушы аты жөнін жазу үшін біз орын қалдыруымыз керек. Ол үшін не істейміз? Біз ол үшін мынау тұрған бірнеше таңдау дегенге барамыз. Міне, осы жерде сізге қажетті батырмалар бар. Мен мына қысқа жауап деген таңдаймын. Міне, мына жерге оқушы өзінің аты жөнін жаза алады. Ал енді біз оқушыға сұрақтар береміз. Ол үшін мынау тұрған қосу батырмасы тұр ғой. Осыны басасыздар. Осы жерде сіздерде міне сұрақ жазылатын орын ашылады. Енді сіздер осы жерге тура осы уақытта тест сұрақтарын өзіңіз қолмен жаза салсаңыз да болады, немесе Word-та алдын дайындап алған тесттеріңіз немесе басқа да сұрақтарыңыз болса, содан көшіріп қоя салсаңыз да болады. Мен алдын Word-қа орнатып қойғанмын, жазып алғанмын.
Енді мен сол жерден осы жерге көшіре саламын. Міне менің сұрақтарым. Осы жерден сұрақты мен копировать етіп аламын бірінші. Міне мына жерге ставитті басып, сұрағым міне дайын. Енді бұл сұрақтың нұсқаларын қоюымыз керек. Ол үшін мына қысқа жауап дегенді, бірнеше жауап таңдау дегенді басып орнатып аламыз. Және бізге мына жерге осы сұрақтың нұсқаларын копировать етуім керек. Ол үшін қайтадан сол сұрағым мынаған барып, мен копировать етемін де жаңағы жерге нұсқаларды былай алып барсаңыз, міне барлығы өзі ретімен түсе қалады. Ал енді осы жерде тағы бір айта кететін жайт, мысалға сіз осы бала оқушыға осы сұрақтар барған кезде, осы сұраққа дұрыс жауап берген кезде оған неше ұпай алу керек. Мысалға осы жерде бір ғана нұсқа дұрыс болса, мен 1 ұпай беремін. Ал егер бір сұрақтың 2 немесе 3 нұсқасы дұрыс болатын болса, 2 немесе 3 ұпай берем. Ол үшін сіз ол автоматты түрде шығу үшін осылай варианттарды қойып болғаннан кейін мына жерде жоғарыда мынау тұрған настройка тұр ғой, мынау осыған барасыз. Осы жерде міне осындай бет ашылады. Және мына жерге жазасыз электронный почта, былай белгі қоясыз. Және тест дегенді басасыз. Тестті былай істеп қоямыз. Себебі біз тест беріп жатырмыз ғой. Бұл автоматты түрде беру үшін осылай шығу керек. Осы батырманы былай жылжыттық. Енді бізге мынау тұрған жерде екіншісін таңдаймыз. Және сақтау. Міне байқасаңыздар, мына жерде жауап кілті деп тұр. Осы жауап кілті шықты. Енді осының үстін баса қоясыз. Мына жерге ұпай санын бер деп тұр. Егер осы бала осы сұраққа жауап бергенде неше ұпай бергіңіз келеді? Мысалға мен 1 ұпай беремін. Енді осы нұсқаның қайсысы дұрыс жауап? Соны белгілеп қоясыз өзіңіз. Себебі автоматты түрде шығу керек ол. Мысалға мынау дұрыс жауап болса, былай үстін бассаңыз, осылай жасыл түс болады. Және мынандай белгі пайда болады. Осыдан кейін дайын сақтаймыз. Міне бір сұрағымыз дайын болды біздің. Келесі тағы екінші сұрағымыз қосу үшін қосу батырмасына барамыз. Міне мына жерге екінші сұрағымызды копировать етеміз. Мысалға мына сұрақты ала қояйын мен. Міне мына жерге сұрақты ставить етемін. Енді сіздерге тағы бір осының басқа несін көрсетейін, жолын. Енді мысалға сіз оқушы өз қолымен жазуға да болатын батырмалар бар. Ол үшін сіз мысалға мына жерге синонимдік қатарды көрсетіңіз дегенге нұсқа емес, синоним қатарды сөзі көрсетіңіз деместен, синоним сөздерді жазыңыз деп жазатын болсаңыз, оның астына оқушы өзі жазуға болады. Мынау тұрған жерге мына қысқа жауап дегенді таңдасаңыз, мына жерге оқушы жазуға арналған осындай бөлім шығады. Мен өстіп оқушы өз қолымен жазу үшін осылай қалдырдым. Енді бұнымыз дайын жауап кілті дейміз. Және бұған да 1 ұпай беремін. Мына жерге мынандай белгі қоямыз. Дайын. Ал енді үшінші сұрақ қосамыз. Мына қосу батырмасына барамыз. Үшінші сұрағымызды жүктесек болады жақтан копировать етіп. Ал енді сіз оқушыға видео, мысалға видео жолдауыңызға да болады. Мысалға ертегі немесе сол тақырыпқа байланысты видеолар бар ғой ютубта. Соны көру үшін осы жерге видеода жүктей аласыз. Ол үшін мынау тұрған суреттердегі мынау тұр ғой видео қосу деген. Осыған барсаңыз, бұл жерде ютубтан видео жүктеп жаңағы жерге қоя аласыз. Мына жерге жазасыз, қандай тақырыпта видео керек сізге.
Мысал үшін көрсете салайын сіздер. Ертегі мысалыға 3-ші сыныпта бір ертегі өтсек, ертегі тақырыбында сол ертегінің атауын жазсаңыз да болады, немесе ертегі десеңіз шыға қояды. Міне. Міне қараңыз. Мен бұл жерде өзіңізге қажетті бір видеоны алып қойсаңыз болады. Мысалға мен мына бір видеоны қояйын. Мақтағыз бен мысық ертегісі бар екен, осыны таңдай қояйын. Осылай үстін басасыз, және астында таңдау деген батырма тұр, осыны басып таңдайсыз. Міне мына жерге сол видео жүктеледі. Міне тұр. Және мына жерге сол видеоның атын жазып қоясыз. Мысалыға мақта қыз бен мысық. Осылай жазасыз. Келесі тағы сұрағыңызды қоса бересіз. Міне. Wordқа барып сұрағыңызды жүктеп аласыз. Копировать етесіз. Мына жерге кеп сұрағыңызды ставить етіп, және нұсқаларында былай копировать етіп қоя саласыз. Өте ыңғайлы. Байқасаңыздар, кейбір Телеграмда немесе WhatsApp желілерінде сіздерге осындай тесттер келеді, байқайсыздар ма? Олимпиада деп, егер дұрыс жауап диплом алып жатсаңыз, жүлделі орындар алып жатсаңыз, мынанша теңге төлеп алуыңызға болады деп, солардың барлығын осылай құрастырып бізге жібереді. Бұл да сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осыны жасап, жұмыстарыңызды жеңілдетсеңіздер де болады. Қағаз толтырып, оны қайта тексеріп, оның балын жинақтап, қайта оқушыға жіберіп отырып, уақытыңызды кетірмейсіз. Мынау өз автоматты түрде балын шығарып береді, және оқушылардың электронный почтасына барады. Жібере қойсаңыз, бәрі өз барады автоматты түрде. Немесе оқушы өздері осы тесті болғаннан кейін жауаптарын көре де алады, қанша бала алғанын. Сіздерге апай, мен қанша бала алдым демейді, сіз мынанша бала алдың деп те жіберіп отырмайсыз. Сол жағы өте ыңғайлы екен. Не осылай. Енді бұған бал беруім керек. Ол үшін жауап кілтіне барамын. Мына жерге 1 ұпай беремін. Егер осы жауаптың дұрыс таңдаса, 1 ұпай алады бала. Және дұрыс жауапты былай белгілеп қоям. Дайын. Енді мен сіздерге осы сұрақты, негізі өзіңіз білесіз, қанша сұрақ беретініңізді мысал ретінде көрсетіп жатқандықтан осы жерден тоқтатып, енді бұның қалай оқушыға көрінетінін сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін оқушыға барған кезде осы тест қалай көрінеді? Соны білу үшін сіз былай істейсіз. Мынау тұрған көздің суреті бар батырма тұр, осыған барасыз. Бұл жерде осы тест оқушыға қалай баратынын көрсетеді. Міне, дайын сіздің жасаған жұмысыңыз. Мына жерге оқушы электронный почтасын жазады. Мына жерге аты жөнін, және мына жерге жаңағы сұрақтарға жауап беріп, мына видеоны көріп, барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін ең соңында жіберу батырмасы басу арқылы сізге жібереді. Сізге автоматты түрде түсіп, қанша бал алғаны барлығы автоматты түрде түседі сізге. Сіз тексеріп әуре болмайсыз, тек қана сұрақ бересіз, жауабын аласыз, болды. Маған осы жағы ұнады. Мысалы, мен оқушы болып осыны толтырып, енді қазір сіздерге мен оқушы ретінде қалай тапсыру керек екенін бір көрсетіп өтейін. Оқушы мысалы үшін мына жерге электронный почтасын жазады өзінің. Оқушы ретінде қазір мен толтырып жіберіп көрсетейін. Мына жерге өзінің аты жөнін жазады. Мысалы үшін мен қысқа етіп жазып көрсетейін, уақыт үнемдеу үшін.
мысалға осылай жаза қойсын. Қысқа етіп атын ғана жаза қояйын. Негізі оқушы бұл жерге аты жөнін толық жазады. Ал енді сұрақтарға жауап берейін. Мысалға, мына сұрақ дұрыс жауап берейін. Мына жерге синоним сөздерді оқушы жазады өз қолымен. Қысқа жазып қойсылайын мен уақыт үнемдеу үшін. Ал мынаны басып, осы видеоны оқушы көре алады. Міне, осылай сіз қандай видео жібересіз, соны осылай басып көре алады. Келесі сұраққа жауап берейік. Мысалға, мына сұрақ дұрыс дей қойсақ, және осылай сұрақтарға дұрыс жауап беріп кете береді. Сосын ең соңында жіберу батырмасын басады. Міне, оқушы тестті жіберді, осылай жібереді. Одан кейін сіз оны қайдан көресіз? Бұл сізге автоматты түрде келеді. Жаңағыдай, сіз дайындаған тестіңізді ашасыз, Google-ға кіріп, сосын мына жерде сұрақтар дегеннің жанында жауаптар деген тұр. Осыған бара қоясыз. Міне, оқушылардың мына жерге сізге осындай көрсеткіші шығады. Мысалға 25 оқушыңыз болса, соны мен қазір біреуін ғана көрсеттім ғой. Осы жерде әр оқушының ұпайлары жеке-жеке осылай көрсеткіші шығады. Мына жерге оқушыңыздың электронный почтасы жинаған ұпайы шығады. Көрдіңіздер ме? Автоматты түрде осылай шығарып береді сізге. Мысалға, міне оқушыңыздың аты жөні шығып тұрады осы жерде. Жаңа мен жазған аты жөні шығып тұр. Және мына сұрақтарыңызға қай сұраққа қанша пайыз дұрыс жауап бергендері, барлығы осылай сізге автоматты түрде осы Google-дың өзі осылай шығарып береді. Енді сіз мынау тұрған сұрақтарыңызды, жаңа жасаған сұрақтарыңызды оқушыға қалай жібересіз? Мысалға, осылай дайындап болғаннан кейін сұрақтарыңыздың барлығын мынау тұрған жіберу деген батырманы басасыз. Осындай шығады. Осы жерде мынау ортадағы мынау сілтеменің белгісі бар ғой, осыған басасыз. Және міне сіздің жасаған тестіңіздің сілтемесі дайын өзі шығып тұр автоматты түрде. Міне, сіз оны көшіру үшін мына көшіру батырмасын басасыз. Бұл ұзыннан ұзақ. Сізге осыны қысқа ғана етіп алуға болады. Ол үшін мынаған барасыз. Міне, сізге сол сілтемені қысқартып береді. Осылай қысқартып аласыз, көшіру батырмасын басасыз. Бұл сізге копировать етілді. Енді сіз бұны копировать етіп алып, оқушыларыңызға WhatsApp арқылы жіберсеңіз болады. Немесе алдын ала дайындап қойып, өзіңіз бір керекті жеріңізге сақтап қойсаңыз, кез келген кезде оқушыларға осы сілтемені жібересіз. Оқушы осы сілтемені ашу арқылы, жаңа мен көз батырмасына барып көрсеттім ғой, тура сол сияқты оларға шығады, солай жауап беріп сізге жібереді. Сізге жаңағыдай дайын етіп барлық оқушының аты жөні мен қанша балл жинағанына дейін осылай міне автоматты түрде көрсетіп береді. Не көрдіңіз ба, оқушыңыздың электронный почтасы жинаған ұпайы. Мына жерде оқушыңыздың аты жөндері тұрады. Міне. Осылай дайын жұмысыңыз азаяды, уақытыңызды үнемдейсіз. Осы Google Forms арқылы осылай тест құрастырып оқушыларыңызға жіберсеңіз болады. Бізге келіп жатқан олимпиадалардың көбісі осылай келеді бізге. Немесе сауалнамалар осылай жасалады. Бұл форманы қолдану арқылы қалаған тестіңізді немесе басқа да тапсырмаларыңызды жасап, оқушыларға, басқа да жұмыстарыңызға қолдансаңыз өте ыңғайлы. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Алда тағы да қажетті ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.